қарсы алып арайлы дала таңдарын, жаныңда жүрсем деп едім. Бұл жалпы домбыран осы туралы айтып кетіңізші, бұл домбыра курсы ма? Енді домбырасы көрмеген балаға енді мынау саған домбыра тартшы дейміз. Ән немесе мысалы мелодия. Енді айтады ғой, 5 саусақ бір желмес деп. Бизнеспен айналысу деп қалдыңыз, е? Табысты адам болғым келеді. Жалпы айтқан кезде бай, миллиардер болғым келеді. Өзіңіздің ұбт-ға дайындығыңыз қалай? Жылдан болмаса да жаймен ақырын жүріп, анық басып дайындалып келе жатыр. Себебі мысалға жай мектептерде болсын, қандай мектепте болсын, мысалы бизнес саласынан дайындайтын, қаржылай білім үйрететін, ондай ешқандай пән бізге үйретілмеген ғой. Және тарихқа да қызығамын деген едіңіз, е? Қазақ елі өзгеруге қарағанда бөлек дүние емес, бөлек ел, бөлек халық. Тарихи фильмдер бойынша онда сіз қарап тұрасыз ғой, е? Жақында ғана шыққан Оян қазақ. Аңсатқан мөлдір сезімді неліктен сезбеді. Сәлем достар. Бұл Абай дарыны подкасты, сіздермен бірге Айша Нұрболатқызы. Мұнда біз Абай атындағы республикалық мамандандырылған дарынды балаларға арналған қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын орта мектеп интернат оқушыларымен ой қозғап, пікір алмасатын боламыз. Шығарылымның бүгінгі қонағы халықаралық ғұмыр дария бейбітшілік әлемі байқауларының жеңімпазы, республикалық шығармашылық байқаулардың жүлдегері Мәкенов Нұргелді Әрсенұлы. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Нұргелді, енді сіз біздің мектебіміздің әнші ұлдарының бірісіз. Жалпы біздің кез келген мектебіміздегі шығармашылық, мынау жарыстар, түрлі өткізетін іс-шаралар сіздің әндеріңізбен басталып жатады. Осы тұрғысынан келгенде менің сізге қояр алғашқы сауалым, жалпы әнге деген қызығушылығыңыз қай жастан басталды? Менің әнге деген қызығушылығым кішкентай кезімнен басталды десек те болады. Себебі оны ашуға маған көмектескен менің анам болатын. Мен кішкентай кезімнен бастап, мен қасым отыратында анам домбыра тартатын. Сол домбырадан қызығып отыратын домбыра тартқанына қарап. Сосын мен 3 жасымнан бастап, Қайрат Нұртастың жаңағы өлеңдерін жаттап айтатын болдым. Маған ешкім жаттатпайтын да, былай ешкім көрсетпейтін де, өзім тыңдайтын, өзім естіп жүріп жаттап алатын, өзіме қатты ұнайтын. Содан басталды десек те болады ғой. Демек, анаңызға еліктеп алғаш рет әнге қызыға бастадыңыз, е? Сіз жалпы ата-анаңыз сазгерлік бойынша, ән саласы бойынша арнайы білім алған, музыкамен шұғылданатын адамдар ма, сонда ата-анаңыз? Олар енді сазгер емес, бірақ менің нағашыларым, отбасым түгел жалпы айтқанда музыканттар десек те болады. Өкінішке орай, бірақ енді ол заманда музыкалық білім алу өте қиын болған дегендей барлық оқи алмаған. Бірақ нағашыларым, отбасым кемінде бір адам 5 аспапта ойнайды. Керемет. Олар кішкентай кездерінен бастап домбыра, гитара, жаңа фортепиано ойнай үйренген. Мысалы мен өз басым 5 аспапта ойнаймын. Домбыра, гитара, синтезатор, укулеле деген сияқты аспаптарда ойнаймын. Демек, жігіттің жақсысы нағашынан деп, сізде нағашыларыңыз жақтан музыка қабілетті дарыған дейсіз, е? Ал сол өзіңіз ойнайтын 5 аспаптың ішінде қайсы аспапта жетік ойнайсыз? Әлде жалпы бәрінде жақсы ойнай аласыз ба? Өзім жетіп меңгерген аспап, ол домбыра аспабы. 5 жыл музыкалық мектепте оқыдым, ол жерде дәстүр әнді оқыдым, және күй ойнадым. Одан кейін гитара аспабы. Гитара аспабы осылардың арасындағы ең жақындарының бірі, досы домбыра екеуі. Қалғандарын енді былай әркімнен көріп, музыкалық мектепте жүргеннен кейін мұғалімдерден кішкене қарап үйреніп, солай бойыма сіңіргем. Қызығушылықпен қалғандарын меңгеріп алдыңыз, е? Жақсы. Нұргелді, енді жалпы музыка дегеніміз адам жанының кілті дейді, е? Музыканы жеткізе білу, жалпы орындаушылықтың өзі бір өнер. Өзіңіз осы алғашқы дәстүрлі ән бойынша айтқан өлеңдеріңіз, жалпы алғашқы өзіңіз айтқан ән байқаулары туралы, өзіңіз сахнаға шыққан кезіңіз туралы не айтасыз алғашқы? Алғаш шыққан кездерімде қобалжу қатты болатын. Мен ең алғаш осы Алматы қаласында өткен 2016 жылы Ақ көгершін байқауына қатысқанмын.
енді маған ол тың нәрсе болды, ондай көрмеген. Домбыраны ұстағаныма 2 айдай ғана болған. Сосын мен жаңағы былай айтқан кезде бәйгеге қосып жіберді ғой. Ана жерде неше түрлі дүлдүлдер бар, менмін деген мысалы дәстүрлі әншілер бар. Мен олардың қасында ешкім емеспін ғой. Қараймын, үлкен кісілер жүр, қорқамын. Маған бір тың нәрсе болғандықтан қобалжу қатты болды. Бірақ ол маған үлкен шабыт сыйлады да. Себебі ол жерге қараған кезде мысалы үлкен халық, сен ана жерде тарта алмай қобалжып дірілдеп отқан кезінде барлық қаншама адам қолдап шапалақ ұрсады. Соның өзі адамға кәдімгідей айтқан кезде мотивация береді, шабыт береді. Содан дәстүрленген қызығушылығым ашыла бастады. Және осы өнер жолына деген алғашқы баспалдақтарымды қалауға көмектесті десем болады. Сіз осы ән байқауларына қатысып жүріп, шетелге де жолдама ұтып алғансыз, иә? Иә. Осы туралы айтып беріңізші, байқаулардан жалпы шетелге ұтып алып, онда барып, қандай өзіңіз жаңа дүниелерді, жақсы дүниелерді көріп қайттыңыз? Менің жұлдызым осы 2017 жыл жана бастады. Домбыраны толық меңгеріп, жетік меңгеріп, біраз сал-серілердің, ақын жазушылардың жаңа өлеңдерін жинастырып, бойыма сіңіріп, кәдімгі айта бастаған кезім, жалпы айтқан кезде қарапайым жарып жүрген кезім десек те болады ғой. Солай мен біраз жарыстарға қатыстым да, Дубай, Түркия, жаңағы Анталияларға жолдама ала бастадым. Солай бардық, барған кезде ол жерде мен көзім ашыла бастады өнерге деген. Себебі мысалға біз жарысқа барамыз, тек мысалы бізде Алматы қаласында немесе Қазақстанның ішінде республикалық жарыстар болған кезде көп мысалы көзге көрінетін мысалы жай аспаптарды ойлаймын, мысалы скрипка, фортепиано, домбыра. Ал басқа елге барған кезде мен мүлде көрмеген аспаптардан жарыс бола бастады ғой. Сол кезде мен таңғалдым, неткен әуен деген сияқты. Мысалға мен өзім құлағыма сіңген әуендер, мысалы домбыраның, жаңағы гитаранікі ғой. Ал маған мысалға басқа аспаптардікі мүлде таныс емес болды да. Соларға қарап музыкаға деген көзқарасым өзгере бастады. Сол маған бір бөлек жаңалық болды. Ал өзіңіз қазақ жалпы ән өнерінде, қазақ эстрадасында сүйіп тыңдайтын әншілеріңіз бар ма? Жалпы ұстазыңыз ретінде кімді айтасыз? Осы музыкалық мектепте жалпы музыка бойынша. Жалпы музыка бойынша ма, немесе дәстүрлі ән бойынша ма? Өзіңіздің дәстүрлі ән бойынша алдым дедіңіз ғой, иә? Дәстүрлі ән бойынша? Дәстүрлі ән бойынша маған Рамазан Станғазиев пен Ерлан Станғазиев қатты ұнайды. Себебі екеулерінде дауыс қоңыр, жай өлең айтпайды, күрделі өлеңдер айтады. Жалпы айтқан кезде өлең айтады ғой, адамның бойын баурап алады ғой. Мысалға маған Дариға Дәурен өлең қатты ұнады. Сол өлеңді тыңдаған кезде өткен нәрсе есіңе түседі, жаңадан ой туады. Кәдімгідей біртүрлі ішіңде жалын от болған сияқты болады. Осы екі кісілерді, үлкен ағамды өзім пір тұтамын десем де болады дәстүрлі. Дәстүрлі ән бойынша, иә, жақсы. Жалпы қазір өзі дәстүрлі әншілерді тыңдайтын жасөспірімдердің қатары аз ғой, жалпы жастардың деген сияқты, иә. Ол біздің қазақтың төл өнерінің бірі. Әрі қоңыр дауысты ән салған әншілеріміздің өзінің ондай үнін сіңіріп жүрген жастар аз. Міне сол бір сіз солардың қатарын толықтырып жүрген бір өрелі жастың бірісіз. Жалпы дәстүрлі ән бойынша кейін өзіңіз маған мынандай бір сұрақ туып тұр. Осы дәстүрлі ән бойынша кейін мектепті бітіргеннен кейін де ары қарай музыкалық біліміңізді жалғастырасыз ба? Жоқ, бұл сіз үшін енді музыка бір хобби ретінде ме? Енді адам өсе келе, ой пікір өзгереді, санасы өзгереді, санасы өседі деген сияқты. Менің осы 10 сыныпқа келген кезде ойым өзгерді. Мен музыка саласынан қош айтыспаймын. Енді қасымда хобби ретінде жүреді, бірақ өзім болашақта әнші ретінде емес, музыкант ретінде емес, үлкен бір бизнесмен ретінде көргім келеді өзімді. Үлкен кәсіпкер ретінде, мысалға, еліне көмектесетін, біраз егіс тындыратын үлкен кәсіпкерлердің бірі болғым келеді. Бірақ музыкамен мен қош айтыспаймын. Себебі музыка ол менің қанымда бар дүние, менің аталарымнан келе жатқан дүние. Оның үстіне дәстүрлі ән, ол өзіңіз айтып кеткендей жаңағы төл өнеріміз, кейін болашаққа қалдыратын дүние десек те болады. Мен қоштаспаймын.
Бірге өзіммен бірге алып жүремін дейсіз, иә? Жақсы. Нұргелді, енді біздің мектептің сахнасында сіздің 8 аяғыңыз талай рет шырқалған, иә? Сол 8 аяқтың әнін енді сіздің орындауыңызда біз қабылдап үйрендік. Тіптен осы мектепке келгелі, енді әрине орындаушылар табылады көптеген. Дегенмен де әуелетіп барлығымызға сол құлағымызға сіздің дауысыңызбен 8 аяқ жағымды сол үнімен қалды. Жалпы мектепте дәстүрлі ән бойынша ары қарай сіз өзіңіздің өнеріңізді шыңдай алдыңыз ба? Осы мектепте ма? Иә. Бұл мектепке келгелі мен өз өнерімді шыңдай алдым деп айта алмаймын. Себебі бұл мектепте маған дәстүрлі ән беретін ешкім болмады. Енді әр адамға қанша жерде мықты болсын, қанша жерден әлемді дүркіреткен әнші болсын, оған ұстаз керек. Себебі барлық адам идеал емес, мінсіз емес, әрқайсының бір кемшілігі болады. Мысалға, әлемді дүрлетіп жатқан Димаш Құдайбергеннің өзі қазіргі күнде мысалға мұғалімдер мен ұстаздармен дайындалады. Мен жалпы айтқан кезде осы мектепке келгелі дәстүрлермен толыққанды дайындала алмадым. Әрине ұстаздар келді, дайындап жатты, бірақ сол бұрынғы бала кезімнен келе жатқан формамды сақтай алмай қалдым десем де болады. Бірақ өзіңіз жеке алып тұрасыз, иә, сабақтарға? Өзім сабақ алып тұрамын. Сол ұстаздардан алған білімімді өзгелерге де үйретемін, және соны өзім дайындалып әрмен қарай жаймен шыңдай беремін. Жақсы, жаңа үйретем деп қалдыңыз. Осы тұрғысынан келсек, сіз өткен жылы осы домбыра курсы бойынша әлеуметтік желіде басқаларға үйретсем деген ниетте бір істер атқарып жүргенсіз, иә? Бұл жалпы домбыран, осы туралы айтып кетіңізші, бұл домбыра курсы ма? Бұл домбыра курсын үйретуде сіздер қандай дүниелерді қолдандыңыздар? Жалпы мектепте сіздерге ағалы мынау інілік көзқараспен барып домбыра үйренсем дейтіндей бізде арттарыңызда еріп келе жатқан інілеріңіз де бар, иә? Мен бұл жаңағы былтыр бізден бір сынып жоғары оқыған Жалғас деген менің досым болатын, Қазбек Жалғас дейтін ақын жігіт. Екеуміз ойланып отырып бір жоба ашқан болатынбыз. Курс дейді ғой біткен кезде. Домбыра шерт дейтін. Бұл ой бізге былай болды. Мысалы өзіңіз айтып кеткен жаңа ағаны ініліктеріңіз ғой, мысалы маған келетінде, мысалы Қазбек Жалғас екеумізге келіп, жаңа 8-ші 9-шы сыныптың жаңа балалар келіп, сіз маған гитара үйретіңізші, сіз маған домбыра үйретіңізші, сіздің айтқаныңыз ұнайды дейді ғой. Енді болар баланың бетін қақпа белін бұл дейді ғой. Қолымнан келгенше үйретіп жіберетін, сөйтіп жүрген кезде біз неге бұны кәсіпке айналдырмасқа деген ой болды. Оның үстіне мен 10 сыныпқа келгенде жаңағы таңдау пәнім өзгерттім, ойымды өзгерттім. Бұл біздің бизнестағы алғашқы баспалдағымыз, алғашқы қадамдарымыздың бірі болса қалай болар деп ойладық та, домбыра шерт дейтін онлайн курс аштық. Енді басында жаймен жүре бастады, адамдар қызығушылығы ояна бастады бізге деген. Қазіргі таңда шәкірттеріміз бар, жаңағы Instagram, TikTok желілерінде көп емес, бірақ сонда да оқырмандарымыз бар, шәкірттеріміз бар. Жақсы, қазір үйретіп жүрсіздер ғой, иә? Қазір мен үйретіп жүрген жоқпын, Жалғас үйретіп жүр, себебі мен қазір бітіруші сынып болғаннан кейін маған ұбт-ға дайындалу керек, бар зейінімді соған, бар фокусымды соған қою керекпін. Ал басқа дүниелер менің ойымды бөледі, маған артық проблема десек те болады, жалпы айтқан кезде осы жылы. Демек, әзірге назарды оған қойып жатқан жоқсыз, иә? Жақсы. Нұргелді, сонда сіздер жасаған курста сіздер домбыраны алғашқы нөлден бастап үйреттіңіздер ме? Иә. Енді домбырасы көрмеген балаға енді мынау саған домбыра тарт дей алмаймыз ғой. Мысалы домбыраның басының не екенін түсіндіреміз, бұның былай тарихында түсіндіреміз, қызығушылығын аша бастаймыз. Одан кейін барамыз да баланың мысалы өзінің деңгейіне сай әндер бере бастаймыз. Ән немесе мысалы мелодия. Басында жаттығулар орындатамыз, мысалға перне бас үйретеміз, қағыс үйретеміз, жаймен солай ән үйрете бастаймыз. Өздерінің сұраныстарына орай үйретіп бересіздер, үйренгім келеді деген ән. Алғашында жаңа домбыраны үйретеміз, солай осындай ән үйренгім келеді десе, содан бастап үйрете береміз. Тек біз домбыра ғана, ән ғана үйретпейміз, күйді үйретеміз. Оның үстіне Жалғас айтыскер, супсам ақын болғаннан кейін ол ақындық жағынан да шыңдай береді.
Қатар үйретеміз. Қатар үйретеміз. Жақсы. Нұргелді, енді менде мынандай сұрақ туып тұр сіздің айтқаныңыздан. Жалпы қазір домбыраны үйренем дейтін адамдардың қатары жалпы баршылық, иә? Домбыраны үйренсем дейтін, біздің мектебімізде де жетерлік ондай адамдардың қатары. Өзіңіз қалай ойлайсыз? Енді сіз домбырада қазір кәсіби түрде шебер ойнай аласыз, иә? Домбыраны, күйлерді шерте аласыз. Кез келген домбыраны үйренсем дейтін адам, домбыраны сол қызығушылығына сәйкес бірден үйреніп кете ме, жоқ әлде домбыраны үйрену үшін міндетті түрде бір 2 ай, 3 ай жалпы сондай бір уақытты қажет ете ме, оның арнайы бір этаптарынан өту керек пе? Әлде бір домбыраны тартудың бір өзіндік қыр-сыры бар ма? Енді айтады ғой, 5 саусақ бір желмес деп. Ол адамның ниетіне байланысты деп ойлаймын. Себебі мен мысалға бір ғана оқушы үйреткен жоқпын ғой, бірнеше балаған тәрбиелеп шығарым десем болады, жас болсам да. Мысалы, тәжірибемнен айтып отырмын, қарап отырамын, мысалға барлық бала бірдей үйренгісі келмейді. Мысалға бір оқушылар болады, жалындап тұрып үйренгім келеді деп ше, олар қызығушылығы қатты болатын болса, олар тез үйренеді. Мысалға кейбіреулер бір қатысқысы келеді, кейде қатысқысы келеді, кейде үйренгісі келмей қалады, бір махаббатта сөніп асылып жүретіндер, ол нақты бір белгілі уақытта үйрене алмайды. Ал қызығушылығы барлар, егер икем болатын болса домбыраға, мысалы кейбіреулер қатты қызыққанмен олардың домбыраға деген икем болмайды. Оларға бір ай, 2 ай уақыт кетеді, енді шын мойындау керек. Ал қызығушылығы мықты икем барларға 2-3 аптада үйретсе болады. Енді әрине енді кәсіби түрде емес, бірақ қолына домбыра ұстап, бір әуен тартқызуға болады. Жақсы, ары қарай жалғастырайық. Енді Нұргелді, мен өзім негізі домбыра курсына жазылғанмын. Осы жаз айларында домбыра курсына жазылдым. Сонда әуелде өзімізден сұрап, сандық, нота бойынша деген сияқты үйретті. Дегенмен де мен ойлаймын, әрдайым мұғалімге де тікелей байланысты деп, өйткені домбыраны шебер білетін адамның өзі де жақсы үйрете алуына байланысты деп. Мен сіздердің сол әлеуметтік желідегі курстарыңыз бойынша қарағанмын. Өте жақсы, сіздер жаңағы өте ыңғайлы, тиімді методикалармен деп қысқа үзінділерді салып отырдыңыздар, иә? Қателеспесем. Жарнама ретінде ғой. Иә, жарнама ретінде салып отырдыңыздар. Және мектепте де біраз соны көріп, домбыраға жазылсақ деген ниетпен былтырғы жылы сондай бір қарқынды жүріп жатқанын байқаған едік. Содан сұрап жатқаным, жалпы Нұргелді, енді бизнеспен айналысу деп қалдыңыз, иә? Бұл сіздің алғашқы бизнестегі жасаған ісіңіз ба? Жалпы бұрыннан өзіңіз осындай түрлі бизнеске қатысты деген дүниелерді жасап көрген тәжірибеңіз бар ма? Енді бұл менің жеке айналысқан алғашқы тәжірибем десем де болады. Бірақ бұған дейін мен әкемнің өз кәсібінде мен көмектесіп, бұлай болмайтын реттеп, мазешілер дүниемен айналысқам. Бірақ бұл домбыра шерт, бұл менің өзімнің алғашқы кәсібім десем де болады. Жалпы бұған дейін сәл-пәл аздап менің тәжірибем бар бизнес саласында. Қандай дүниелерді айналысқан едіңіз? Қандай дүниелермен? Біз әкемнің жұмысында жалпы құрылыс заттарын сатамыз. Сол құрылыс заттарын сатып, оларды санап, тауар заказ беріп дегендей, солардың бәрін реттеп, жаймен үйреніп келе жатқам. Жаңа сіз айттыңыз, мектепті бітіргеннен кейін кәсіпке қарай ойысам деймін деп. Және осы кезде де тәжірибе біраз жинақтап жүрмін деген сияқты. Енді бұл кәсіпке қарай ауысудың негізгі түпкі себебі неде? Өзіңіздің қабілеттеріңізді жалпы табыс жағынан ба, жалпы кәсіпке, бизнеске қарай бет бұрудың өзіңізде бір себебі бар ма? Себебі бар. Енді музыка саласы жаман емес қой, бірақ менің табысты адам болғым келеді. Жалпы айтқан кезде бай, миллиардер болғым келеді. Оның үстіне қазір бизнес біздің елімізде өте қатты керек. Себебі Нұрсұлтан Назарбаевтың сөзі бар ғой, бизнес ол елдің экономикасын дамытуға көмектеседі деген сияқты. Бизнестің өзі 3-ке бөлінеді ғой, өндіріс, кәсіп және қызмет көрсету ретінде. Мен өз басым осы сауда сүннет деп жатады, ол қызмет көрсету мүлде бөлек, бірақ мен өзім өндіріс саласына алғым келеді. Неге? Себебі біздің елімізде өндіріс орындары өте аз. Соның әсерінен біздің еліміз дамуы өте баяу.
мен осы арқылы елімді дамытқым да келеді, бірақ бұл нақты себеп емес. Нақты себеп бұл менің өзімнің жалпы айтқан кезде тарихта бір қалатын бай миллиардер болғым келеді. Жалпы айтқан кезде нақты себеп осы, жақсы табысты болғым келеді. Жақсы, ниетіңізге жетіңіз, біз әрдайым тілектеспіз. Жақсы, енді Нұргелді, мектеп төңірегіне қарай ойыссақ, енді әңгімені, өзіңіз биыл 11-ші сыныпты аяқтайын деп жатырсыз. Жалпы биыл бітіруші түлексіздер. Өзіңіздің ұбт-ға дайындығыңыз қалай? ұбт-ға дайындық жаман емес, жақсы. Жылдан болмаса да жаймен ақырын жүріп, анық басып дайындалып келе жатыр. Жалпы дайындалып жатсыз, Ал ұбт-да қандай мамандық бойынша, қандай пән бойынша таңдап жатырсыз? География, математика таңдау пәнім. Осы пән арқылы дайындалып жатырық. Бұған дейін мен негізінде шығармашылық таңдап келемін. Осы 10-шы сыныпқа дейін. Осы 10-шы сыныпта ойым өзгерді. Бизнес саласына кетсем деп, толыққанды оқымаған сабақтарымды басынан бастап оқып келе жатырмын. Мектептегі сүйікті пәніңіз қандай? Негізгі сүйікті пәнім жаһандық құзыреттілік және әдебиет десем де болады. Жаһандық құзыреттілік бойынша сіздер осы бизнесті таңдауға да көп себебін тигізді дейсіз ғой, менің осы бизнес саласына ойымның өзгерткен осы жаһандық құзыреттілік пән десем де болады. Себебі мысалға жай мектептерде болсын, қандай мектепте болсын, мысалы бизнес саласынан дайындайтын, қаржылай білім үйрететін ондай ешқандай пән бізге үйретілмеген ғой. Мысалға кімде болсын мектепте бітіреді, оқу оқиды, бірақ оған қаржылай білімді болу керек қой. Кейін отбасылы болады, басқа нәрсе басқару мүмкін, бірақ оған қаржылай білімді болу өте керек деп ойлаймын. Осы жаһандық құзыреттілік осыған дайындап шығарады да. Осы пәнді оқып, мен көзім ашылды десем болады. Жалпы санам өзгеріп кетті десем де болады ғой. Көз қарасым, ой пікірім өзгерді. Жалпы тек мамандық бойынша ғана емес, өмірге деген көз қарасым өзгеріп кетті. Қаржылық сауаттылыққа үйрететін пәннің бірі дейсіз, жаһандық құзыреттілік. Жақсы. Ал әдебиет пәні бойынша сіз өлең жазудан да кенде емессіз, Өлең жазғанда жалпы біздің ақындар мектебінің ортасында да сіз жүресіз ғой, Өзіңіз қай тақырыптарда шабыт келгенде өлең жазып тұрасыз? Бұл нақты айта алмаймын. Мысалға, адамның ойы әртүрлі ғой. Мысалға, бізге осыған жаз десе, маған қиындап, мысалға, отырып жазу, не жазам деген сияқты. Ал маған бір оқиға, немесе бір болған ситуация деген, өткен оқиғалар болмаса есіме түседі, немесе соған қарай шабытым ашылады. Немесе мысалы өзімнің жақын досым бар, ол сұхбатқа келген, Несіпбай Шәміл деген бауырым. Сонымен сөйлескен кезде мен шабыт аламын. Себебі оның өлең шығару стилі, сөз саптауы мүлде бөлек. Соған қарап шабыттанамын, соған қарап қызығам. Сол менің бір жетінен осы ақындыққа деген жолымды ашты десем де болады ғой. Жалпы өзім шығарам, ғашықтық ретінде шығарам, отбасылық дүние ретінде шығарам. Жалпы осы екі тақырыпта ауқымды түрде шығарам. Өлеңдерді жазып тұрасыз, шабыт келгенде сол тақырыптарда. Ал ақындардың кітабын оқисыз ба өзіңіз? Мен мойындаймын, мен ақындардың кітабын оқымаймын. Мен ақындардың кітабын оқымаймын, бірақ мысалға TikTok желісінде шығып қалады, немесе осы жаңа айтып кеткен бауырым бар, Қазыбек Жалғас дейтін, Несіпбай Шәміл дейтін, олардың өздерінің TikTok желісінде жеке парақшалары бар. Сол жерге өзінің жазған өлеңдерін, шығармаларын салып тұрады. Соларды тыңдаймын да, шабыттанамын, соларға қарап қызығам. Жалпы оқитын кезім осы екеуі ғана. Жалпы былай біреуге қызығып, мысалы біреу айтып жатыр, менің пірім Мұқағали Мақатаев, осындай мен оқимын деп. Мен де шынымды мойындаймын. Оларға мен мойындаймын, бірақ ол кісілер өте мықты ақындар, бірақ өлеңдері ұнайды, бірақ нақты бір оқырман емеспін. Қадалып кітабын алып оқитын адам емеспін. Поэзияны жалпы былай оқып тұрмасам, негізі іздеп оқитындардың қатарында емеспіздің дейсіз, жақсы. Енді Нұргелді, осы әдебиет туралы айтып қалдыңыз. Енді бізде әдебиет сабағы аптасына сіздерге бір өте
тереңдетілген мазмұнда оқытылады. Сол әдебиет сабағының ішінде өзіңіздің ұнататын қандай да бір шығармаңыз бар ма? Өзіңіздің жүрегіңізде қалған, өзіңізге әсер еткен? Негізі әр шығарма әртүрлі болады. Барлығы бір нақты ойды бермейді ғой. Сол себепті мен ешқандай кітапты бір алалап, осы кітап ұнайды маған деп айта алмаймын. Мен мысалға кітап оқып жатасың, оның бір жері қызық болады, сол жер әсер етеді. Сонысы маған ұнап қалады. Бір кітап болды, мүлде бөлек дүние айтады. Жалпы кітаптарды мен ала алмаймын. Осы кітап ұнайды, осы кітап күшті деген сияқты. Қайсысы келеді, соны оқимыз, содан ой түсеміз. Ары қарай бір кітапты өзіме бір ұнататын кітап қылып таңдай алмаймын мен. Жақсы, онда сұрақты былай қойсақ, соңғы оқыған кітабыңыз қандай? Соңғы оқыған кітабым атау есімде жоқ, бірақ осы әдебиет сабағында өткен болатынбыз. Жалпы детектив тұрғыда алынған шығарма. Өзі бір қызық кітап. Ондай кітаптар біздің жалпы айтқан кезде жазушылардың арасында өте аз десек те ол қазақ жазушыларының арасында. Сол кітап маған бір бөлек болды. Себебі ондай кітап біз оқып көрмегенбіз. Мысалға басқа да шығармалар оқимыз ғой, мысалы Қартқожа, Ақбілек, тағы да басқа, бірақ бұл кітап өзіме ерекше болды. Нақты атау есіме түспей тұр. Түнде атылған оқ емес па? Сол, түнде атылған оқ осы. Иә, түнде атылған оқ Кемел Тоқаевтың шығармасы. Демек, детектив жанрында сізге шытырман оқиғалы кітаптар мазмұнды шығармалар ұнайтын болып тұр ғой, иә? Ұнайтын тұрған кезде ұнамайды, бірақ ерекше әсер етеді. Ерекше әсер етеді. Себебі бұндай шығарма мен өмірімде оқып көрмегенмін. Енді естіп жатамыз ғой, мысалы Шерлок Холмс, мысалы кинолардан көреміз, бірақ оқуға мүлде бөлек екен. Жақсы, керемет. Демек, сізге кітап сыйға тартатын болсақ, осы мазмұндағы дәл сіздің демек әсер ететін сол дүниелер болып тұр ғой, детектив жанрында деген сияқты. Құлаққа алтын сырға деген дүниені біздің мектептегілерге де айтып кету керек осы подкастта, осы жағынан. Жақсы, енді Нұргелді, жаңа бизнеспен айналысу, музыкамен шұғылдану, жалпы түрлі қызығушылықтардың болуы бұл әрине жақсы, бірақ оларға уақыт табу да оңай дүние емес. Негізінде сабақпен бірге алып жүру, сіздер әлі енді мектеп оқушысы болғандықтан сіздердің бірнеше пәндеріңіз бар, орындайтын түрлі тапсырмаларыңыз бар деген сияқты. Осындай түрлі қызығушылықтарға домбыра тарту, музыкамен шұғылдану, әр пәнді бірге алып жүру уақыт жағынан сізге қаншалықты ұйымдастыруға өзіңіздің тарапыңыздан ыңғайлы болады, немесе арнайы жоспарлап жүресіз бе күніңізді? Тайм менеджмент бойынша не дейсіз өзіңіздің осындай дүниелерге уақыт табуыңызға қатысты? Тайм менеджмент әрине жақсы, бірақ мен өз басым оны қолданбаймын. Енді адамның өмірі тек біркелкі ғана сарынмен жүрмейді ғой. Әртүрлі оқиғалар болып болады. Сол себепті мен тек жобалап қана жоспарлаймын. Осындай болып қалады, осындай уақытта болады деп. Сол уақыттарға туралаймын. Өз басым көп нәрсені кешке таман жоспарлаймын. Себебі таңертең ерте, былай айтқан кезде мүлде уақыт болмайды. Мысалы таңертең мектеп уақытысы болады, ал түстен кейін мысалы өзіміздің курс деген дүниелер болады, тағы да басқа мысалы оқиғалар шығып қалады алдымыздан, қызықты да мысалы жаман оқиғалар болып қалады, мысалы жалпы айтқан ситуациялар болып қалады. Ал кешкі уақыт әркімнің демалатын уақыты болады, бір ой сергітетін, бой сергітетін уақытысы болады. Сол уақыт маған ыңғайлырақ болады. Көп затты сол уақытқа жоспарлаймын. Жақсы. Өзіңіз бір сабақта айтып қалдыңыз, менің қызығушылықтарымның ішінде коллекция жинау да бар деп, осы туралы айтып кетіңізші. Коллекция бір хобби ғой, ол мүлде бір бөлек әлем. Ол коллекция адамды тек мысалы бір нәрсе ғана жинау ғана дүние емес, ол адамның ізденісін өсіретін дүние да. Мысалға бір нәрсе керек болатын болса, сен соны табу керексің да, мысалы қалай да табу керексің. Ол табылмаса біреу алып кетуі мүмкін деген сияқты. Ол адамды мүлде бір бөлек шыңдайды десем де болады. Және де ол бір бөлек қызығушылық. Сіз нені жинақтайсыз сонда? Мен нақты бір нәрсе ғана жинақтаймын деп айта алмаймын. Бір нәрсе ұнап қалады, соны жинаймын. Мысалға кішкентай кезімде мысалға киндер сюрприз дейтін мысалы нелер болды, ойыншықтар, мысалы шоколадтар болды ғой, соның ішінде ойыншықтардың соларды мен жинақтайтын. Майда болып тізіліп тұратын үйімде. Одан кейін Магнумда мысалы акциялар болады ғой. Осындай 5 мың теңгеге сауда жасайтын болсаң, осындай адамның бейнесі мен өшіргіш беріледі деп.
сол маған әсер етті да. Соларды алатында мен сыртындағы қорапшасымен алып, адамдардың әркімнен іздестіріп, сауда жасап, сатып алып, соларды жинақтайтынмын. Одан кейін мен монета дейді ғой, тиындар, теңгелер жинайтын. Тек басқа елдердікін, Қазақстанның ғана емес, бұрынғы замандыкін, мысалға бір ғасыр өтіп кеткен, немесе жарты 50 жыл өтіп кеткен ескі тиындар жинайтын. Оның үстіне қазір Қазақстанда да мысалы шығарылады ғой, коллекционный деп, өте аз ретінде. Мысалға солар жинағын айтты. Мысалға менде бір теңгесі бар, 500 теңге. Оны тағы 2-үшеуі бар, бірақ оның біреуі 42 мың теңге тұрады. Мен соларды іздестіріп жинастыратынмын деп. Демек өзімнің шағын мұражай сияқты жинақтайтын, сондай қызығушылығым бар дейді. Өте жақсы, тіптен ерекше. Мен енді оқушылармен әңгімелесіп жатқан кезде осындай дүниелерді естісем, өзім өте қатты қызығамын. Өйткені тіптен ойға келмейтін дүниелерді, осындай да бір қызығушылықтың түрі бар екен ғой, балалар осымен де айналысып жүреді екен ғой деп біз таңғалып жатамыз негізінде. Сол тиын туралы айтқансыз, алғашында. Жақсы. Музыкаға қатысты аспаптарды жинау деген ондай қызығушылық жоқ па? Коллекцияға? Ондай қызығушылық бар. Мысалға біздің үйімізде аспаптың түрті тұрады. Мысалы, мен бір өзімнің үйімде бір 5 домбыра тұрады. Әркімнің өз жеке домбырасы бар, соны қолданады. Оның үстіне бір фортепиано, бір синтезатор және де гитаралар тұрады. Өз басыма жаңа аспаптарды жинаған ұнайды, бірақ өкінішке орай енді мен қазір оқушы болғандықтан, бір қаржылай бір бизнесмен болмағандықтан оның бәрін мысалы жинап сатып алмаймын. Бірақ өз басыма жинаған ұнайды аспаптарды. Бөлек бір мұражай ғой ол. Жақсы, керемет. Жалпы әнді сол аспаптарда ойнаумен бос уақытыңызда өзіңіз сергітесіз ғой, сол домбырада ойнап, ой жазасыз, Адам шаршаған кезде, мысалы, адамның жүрегін емдейтін де, оның көңіл күйін көтеретін де, оның қайғы-мұңға батыратын да ол музыка. Ол нақты бір сөз сарыны болмаса да, өзінің бөлек құдіреті бар. Мысалы, белгілі композиторлар, мысалы, Йоганн Себастьян Бах, Амадей Моцарттардың өмірлері музыкадан басталса, мысалы, музыкадан басталып, олардікі музыкадан аяқталады. Олар барынша музыкамен, мысалы, Бах бір мелодия шығарған, ұмытып қалдым атын. Бірақ олар музыкадан бастады, бірақ сол музыканың кесірінен қатты, мысалы, депрессияға ұшырап десек те болады, мысалға, айға қарап отырып, өзінің құлағынан айырылған, көз жанынан айырылған музыканттар да болған. Музыка ол қару, ол музыка адамның жан дүниесін тыныштандыратын да, қайғы-мұңға батыратын да құдіретті дүние ол. Мен содан өзімнің мысалы жан рахатымды аламын. Әсіресе осы кешқұрым уақытта, түн батар уақытта. Жаңа достарым бар, отырамыз, мысалы, Шәмілді шақырып аламыз да, екеуміз бөлмеде отырамыз. Бір-бірімізге досым осындай өлең шығардым, оқып көрші дейміз. Бір-бірімізді мысалға өлеңдерімізді оқып, мынауың қате болды дейміз. Содан кейін өлең айтамыз деп жалпы айтқан кезде бой сергітетін дүние ғой. Сол жалпы музыкамен шұғылданып жүргеніңізде өзіңіз ән де жазып, музыкасында орындап, жалпы бір сазгерлік жағынан да ән жазып көрсем деген ой болады ма сізде? Енді аспапты ойнайтын әр адамның ойында болатын дүние деп ойлаймын. Мен талпынып жазғым келеді, бірақ менің бойымда жоқ па екен, мүлде қанымда жоқ па екен, білмеймін. Осы күнге дейін бір ән жаза алмадым. Өзім жазғым келетін талап, бірақ маған өте қиын, жаза алмаймын. Ал қазақ эстрадасынан жалпы қазіргі кезде кімдердің әндерін тыңдайсыз? Кімдерді көп тыңдайсыз десеңіз, мен Садрадинді көп тыңдаймын. Садрадиннің әндері. Жас әнші, мысалы, оның өлеңдерінің қайтсам болады, бөлектеу, мысалға, көп әншілер, мысалға, біреулер той жанрында жазып жатады, біреулер мүлде классикалық жанрда жазады, бірақ Садрадин былай да жазады, бірақ оның қайтсам болады, әндері сарыны бөлек. Одан кейін Қазбек Құрайшты көп тыңдаймын, себебі лирикалық өлеңдер. Мысалы, ғашықтыққа арнайды, және тыныс, адам бір жеке қалған кезде бір ойландыратын өлеңдер тыңдайды ғой, жазады. Мен соларды тыңдаймын. Жақсы, қазіргі жас, біздің танылып келе жатқан әншілерімізді демек, өте жақсы, және олар ерекше, мынау өлеңдерінің де, әуені де, әуезі де бөлек қой, Әрине. Жақсы, көбінде танымалдылыққа Садрадиннің әндері қазір, бізде көп
танымал болып келе жатыр. Иә. Сонымен қатар Аршат деген әншілерді тыңдайсыз ба мынау? Аршаттарды тыңдаймын, бірақ оларды көп тыңдамаймын. Мысалға Аршаттардың өлеңдері бір бөлек жанр десек те болады. Осы Қазақстанға бөлек бір сарын алып келсек те болады, бөлек бір толқын алып келді десек те болады. Олардың өлеңдері біреу мысалы Арғонның өлеңдері бар. Мысалы адамның қанын тасытып жіберетін бір кәдімгідей көңіл-күйін көтеріп жібереді. Бір өлеңдер мүлде мысалы қайғыртып жібереді ғой. Мысалы Аршаттың өлеңдері мысалы белгі бір нәрсеге арналмаса да осы қоғаммен байланыстырады. Мысалға маған ең қатты ұнайтын өлеңі Қатыгез деп Алматы дейді. Мысалға біреу Алматының өнетін жері болса, біреудің өмірлік өшетін жері ғой ол Алматы. Сол мағынада жазып шығарды да, сонысымен маған есте қалды. Өзіме қатты әсер етті осы өлең. Жақсы, ол ән маған да ұнайды. Сондай бір тыңдаған кезде ерекше бір ой салады адамға, иә. Жалпы не істесем екен, не істеп жатырмын. Бұл қала шынында да нағыз дараларды даралап көрсететін мекеннің орнының бірі ғой. Сондай керемет. Және енді музыка турасында айтып жатқандықтан Мархаба Сәбиді де мен өзім жиі тыңдаймын. Ол кісінің дауысы керемет қой. Иә, әсіресе кей өлеңдері тіптен керемет. Анау қазақша туралы соңғы шығып жүрген Марсқа деген сияқты өлеңдері. Әуені де бөлек, дауысы да бөлек, өзінше адамға тыңдаған кезде енді бір тыныштық, рахат сезімін сыйлайды. Енді осы ән турасында айтып жатқанда біз сізден бір өлеңнің әнін сұрайық, енді өзіңізден қысқа үзінсін, иә? Кез келгеннен ба? Иә, өзіңіздің қалауыңызға қарай. Жиі орындайтын, мынау кейде біз оңашада жүрген кезде бір өзіміз ыңылдап айтып жүретін әндер болады ғой. Өзім жақсы көретін әнім Қазыбек Құрайшевтың Дариға жүрек деген өлеңі. Аха, жақсы. Енді орындап берейін десем әзірше аспап болмай тұр. Осы айта берейін. Қарсы алып арайлы дала таңдарын, жанымда жүрсем деп едім. Аңсаған менің аяулы арманым, Дариға жүрек сен едің. Келер деп үміт іздеймін, үзбеймін, мұншақып жылдар тізбегін. Сезсең ғой қалай сағындым өзіңді, білсең ғой қалай іздедім. Жүрекке жазылды Дариға есімің, түндер ай тербеген махаббат бесігін. Арға есін жа ғой. Жақсы, жақсы. Жалпы осы өлең өзіме қатты ұнайды апай. Керемет. Тағы бір өлеңіңізді айтсаңыз болады, біз соны монтажға қоса аламыз. Тағы да ма? Маған интернатта мысалы айтады ғой. Өзі интернат бөлек әлем болғаннан кейін бұл жерде өзінің жеке әндері болады. Мысалға бізге дейінгі түлектер, шәкірттер бітіріп кеткен кезде бізге өлең қалдырып кететін. Сол өлеңдерді мысалға бізден кейінгілерге, бізге дейінгілерді айтқан өлең аңсатқан мөлдір сезім деген өлең. Аңсатқан мөлдір сезімді неліктен сезбедің, айналмашы тек шалынамын бағына өзгенің. Өзіңмен жаным бағалайын, бағасын уақыттың. Өзіңмен ғана түсін алам, қадірін уақыттың. Дейтін өлең апай. Жақсы, керемет. Енді сіздің дәстүрлі әндеріңізді жиі тыңдап тұрамыз. Мұндай өлеңдерді де сіздер кешке мынау интернаттың алдында жиналып, гитарамен көп айтасыздар, иә? Жиі шырқап тұрасыздар. Сіздерге еліктеп келе жатқан толқынды да байқап келе жатырмыз арттарыңыздан, иә? Енді барлық уақытта, енді барлығында біз жүре алмаймыз ғой. Бізден кейін де келе жатқан мысалы інелеріміз бар ғой, бізге қарап үйреніп келе жатыр. Бір шетінен адамды қуантады, бір шетінен адамды ойландырады олар. Себебі мысалы біз 9-шы сынып болып, 8-шы сынып болып келген кезде біздің алдымызға қарап таңғалатын. Бізде осылай отырып айтсақ қой, бізде де осындай болса ғой деп қарап тұрсақ, енді олардың орнына біз келдік те, енді артымызға қарасақ, олар айтып келеді, енді айтады ғой. Артыңа қарап қартаясың дейді ғой. Жақсы, енді арттарыңызға енді сіздерге еліктейді. Үлкен сыныптарға әрдайым солай ғой жалпы. Жалпы өсіп келе жатқан буын үнемі алдағы буынға қарай еліктейді. Ұқсағысы келеді. Соған ұқсаймын деп өзінше бір сөйлеуін, жолын табады деген сияқты. Иә, мен мысалға
бұл мектеп интернатқа келмес бұрын көзқарасы мүлде бөлек болатын. Бірақ осы мектепке келіп, алдыңғы сарынға қарасам, алдыңғы буынға қарасам, олардың ойлау өрісі мен жүріс тұрысы мүлде бөлек. Себебі мысалы қарайтын болсам, оларда көбінесе идея туады. Маған осы басқасын білмеймін, бірақ өзіме қатты досым пір тұтатын, ол жаңа айтып кеткен жалғас. Себебі мысалға маған айтысты да үйреткен, өлең шығарып та үйреткен, және де осы ізденіске де көп байланыстыратын. Мысалға мен бұрын көп нәрсеге мән бермейтін. Мысалға біреулер курс үйретіп жатады, біреулер бүйтіп жатады, мысалға. Бірақ жалғас солардың бәріне қарап бір ой түйіп жүретін да. Маған айтып қоятын, осылай істесем, былай істесем, былай істеп көрсек қалай деп басына мән бермейтін. Бірақ оған қарайтын болсам, ізденісте көп жүретін жігіт. Қазір өзінің мысалға өзгелерден бөлек ешкімде жоқ қысқа әңгімелер дейтін жеке несі бар, парақшасы бар, жалпы жобасы бар. Көп оқырман жинады осы Қазақстан бойынша, және де көп тыңдарман оқырман жинады ғой айтқан кезде. Ой түйетін дүниелер зат. Демек, интернатта жалпы алдыңғы буынға қарап бізде көп нәрсені үйренеміз дейсіз, берері көп дейсіз. Жақсы, осы тұрғысынан енді мына нәрсені айтайықшы. Жалпы 8-ші сыныптар келген кезде төменгі сыныптың балалары жоғарғы сыныптың балаларымен араласуға кейде тартыншақтап жатады. Жалпы мектеп жағдаятында кейде бір әртүрлі оқиғалар деген сияқты дүниелерді. Енді осы тұрғысынан айтайықшы, жалпы ағалы інілі сондай бір қарым-қатынастың негізі берері көп. Өйткені біз сол мәселен қыздар болса жоғарғы сыныптағы әпкелеріне деген сияқты, балалар, ұлдар жоғарғы сыныптағы ағаларына қарап, жаңағыдай домбыра үйреніп жатады, соларға қарап еліктеп, жаңағы сабақтарына қатысты кей дүниелерді түзеп жатады деген сияқты. Осы тұрғысынан айтқанда, бұндай нәрседен сондай бір алшақ қарамаудың да біз жақсы жақтары көп екендігін айтуымыз керек, мысалға айтады ғой, білмесең кісіден сұра, кісі білмесе кішіден сұра дейді. Мысалға енді оның жасына қарап, мысалы бойына қарап, сен кішкентайсың ғой да оны елемеуге болмайды. Себебі әр бала өз жеке тұлғада. Мысалға мен білмейтін нәрселерімді, мысалы кішкентайлармен әңгімелесіп отырған кезде, бұларда да осындай болады екен. Мысалға бұндай қабілет, мысалы менде жоқ деп, мен оларға қарап біраз нәрсе үйренемін. Біреуге үйреткенімен, олармен сөйлесу арқылы өзімде бірдеңе үйренемін да. Мысалға кезінде 15 жастағы Абайдың өзі кезіндегі үлкен би-шешендерге қарап әңгіме айтқан ғой. Мысалға айтқан кезде қазіргі тілмен Төле бидің өзі 15 жасында алғашқы өзінің төрелігін жүргізген, Қазыбектің өзі 14 жасында Себан Рабданның алдына барып күллі бір қазақтың мәселесін шешіп берген ғой. Ол сол себепті оның біреудің жасына қарап, оны талқылауға болмайды деп ойлаймын, сырт бейнесіне қарап. Керісінше олармен сөйлесіп, ашық түрде сөйлесіп, олармен сұхбат құрып, одан ой алып, өзің де ой қосып, жақсы дүниелермен алмасқан дұрыс деп ойлаймын. Ал сіз отбасыңызда үлкенсіз ба? Жоқ, мен үйде ортаншысымын. Маған дейін алдымда бір ағам, менен кейін бір інім бар. 3 ағайындымыз. Жалпы сол отбасындағы бауырмалдылық, енді бауырлар арасындағы бауырмалдылық пен мынау мектеп интернаттағы бір бауырмашылдықтың да жөні бөлек, Әрине. Мысалға айтатын болсақ, мен өзімнің ағам бар. Ол актер, Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясында оқып жатыр. Биыл Құдай қаласа ол да бітіреді. Ол бірақ менен 5 жасқа үлкен. Ал інім болса менен 7 жасқа кіші. Жалпы ортақ қызығушылықтарымыз бар. Бірақ мен мысалға енді өзімнің құрдасым болмағаннан кейін, замандасым болмағаннан кейін отырып, мен онымен еркін сөйлесе алмаймын. Мен онымен мысалға қазіргі күнде айтқан кезде мысалы, родной деп қойып сөйлесе алмайсың ғой мысалға. Ал мысалға мектептегілермен ара қатынасың 1-2 жас қана ғой. Үзеңгілессің, замандассың, санаң бірге өседі деген секілді. Соларға қарап еркін айта аласың да, мысалға бір бөлмеде жатқан достарыңмен еркін сөйлесесің. Жалпы айтқан кезде интернаттағы достарың бір анадан тумаса да туғандай болатын адамдар ғой. Нұргелді, кейін қалай ойлайсыз? Кейін жалпы осы мектеп бітіргеннен соң, студенттік жылдардан соң, мектеп интернат десе, сіздің есіңізге бірінші не оралуы мүмкін? Не оралу дейсіз бе? Маған мектеп интернатта ең алдымен есіме түсетін ол менің достарым деп ойлаймын.
себебі интернаттағы достық мүлде бөлек. Себебі мысалға қарапайым мектептерде мысалы бөлінеді, мысалы А классы, Б классы деп сен оймен араласасың, бірақ жақындай араласа алмайсың, жақының болып. Ал бұл жер интернатта бәрің бір шаңырақ астында өмір сүресің, бір қазаннан тамақ ішесің. Жалпы айтқан кезде бәрің бір үйдің баласы сияқтысың. Мысалы біз барамыз да біреудің бөлмесіне кіріп кете береміз, онымен бізде қысылу, ұялу деген жоқ онымен. Кәдімгі өзің үйіңде жүрген сияқты жүре бересің. Жақының болып кеткен да. Сол себепті маған интернат дегенде ең алғаш достарым есіме түседі. Достарым, бауырларым сияқты деп, жаңа өзіңіздің сөзіңіздегідей жақсы. Әсіресе мен енді бұны сұрап жатқаным, осы мектеп бітірген түлектердің арасында да сондай бір интернатта тұрған балалардың кейін де өте бір жақсы араласып жүрген, жаңағы отбасымен кейін бір-бірімен араласып жүргендерін көрдім. Яки мектеп интернаттағы бұл сондай бір қалыптасқан өзара бір-біріне деген бауырмашылдық, кейін сондай үзілмейтін бір өмірлік жолдасқа дайыналады екен деген сияқты сондай бір жағдаяттан сұрап тұрғаным сізден. Әрине. Мысалға жаңа бітіріп кеткен Шыңғыс, Жалғас, олармен мысалға қазір бітіріп кетсе де біз ара-қатынасымыз үзбегенбіз. Мысалға араласып тұрамыз, кейде кездесіп тұрамыз, хабарласып тұрамыз, бір ой пікір алмасамыз, мынауың қалай ба, осындай жатыр, сен деп жатыр ем, сен қалай ойлайсың деп мысалы жалпы айтқанда араласып тұрамыз қазір. Жақсы. Енді мектеп интернат өмірінде бізде Нұргелді кей мектептерге қарағанда өзгешеліктер бар, Әрине. Біз өткен тақырыптарда, жалпы өткен подкасттарда жыршылар жайында әңгіме қозғадық, абайтану пәні бойынша әңгіме қозғадық, және мынау біздің мектептің ерекшелігіне сәйкес өтілетін пәндерге сәйкес тақырыптар айтқанбыз. Енді осы мектеп интернаттың қазақ тілі мен әдебиетін тереңдетіп оқытатын тұсы, жалпы мынау балалардың шығармашылыққа деген бейімін ашу деген сияқты жүргізілетін әртүрлі үйірмелер бар деген сияқты. Осы мектеп интернат өмірі өзіңіздің осы өміріңізге жалпы қандай өзгерістер алып келді? Сіз бұл тұрғысынан сіз қандай пікір айтасыз? Маған үлкен өзгерістер алып келді. Мысалға, мен өзім қатты сыйлайтын мұғалімдердің арасында Тілепберді Қизат ағай мен Жарқын Сәленұлы ағайымыз бар. Қизат ағай маған абайтанудан берді, Жарқын ағай маған шешендік сөз өнерінен берді. Мен мойындаймын, мен жақсы шәкірт болған жоқпын ол кісілерге. Мысалға, абайтану сабағынан берген кезде Қизат ағай, мен ол кісінің сабағын жаттамайтын. Енді мойындаймын, 9-шы сыныпта былай оқыдым, бірақ ары қарай мүлде бір өлеңін жаттамадым абайдың. Ол кісі маған абайтанудан берсе де, мен ол кісін қатты сыйлаймын. Маған 3 қойса да, 2 қойса да, ол кісін қатты сыйлаймын. Себебі неге? Ол кісі абайтануда отырамыз да біз. Абайды жалпы зерттейміз да, өзіміздің өмірімізбен байланыстырамыз. Мысалы, біз бір сабақта отырып, білдей бір қара сөздің тек бір-ақ сөзін ғана талдаймыз. Мен абайтану сабағын, абайдың өлеңдерін, қара сөздерін жаттап қана, оларды қолданып бір ортада сөз айту ғана емес, мен бұл жерде түйген ойым, абайдың өлеңдерін жаттамасақ та, олардан ой түйіп, өзіміздің өмірімізге қолдансақ деймін да. Мысалға, Қизат ағай бізге соны көрсетеді. Абайдың өлеңдерін жаттап ал, біреуге айтып бер деген сөз емес, одан ой түйіп, өзіңнің болашағыңды мысалға өзің құрау деген сияқты. Мысалға, кісі таңдау, мысалы адамдармен қайтып араласу керек, соның бәрі мысалға абайтану пәні көрсетіп берді. Мысалға, абайдың өзінің кезінде қайран сөзім құрап алдау тобықтының езіне дейді ғой. Мысалға, өзгелер түсінгенмен өз ел түсінбейді. Соған қарап отырасың, мысалға, адам қанша жерден мықты болып тұрса да, оған мықты орта керек, жақсы орта керек екен, осыдан түйсек болады. Бұл кішігірім мысал ғана да. Маған осы сабақ және осы ағай осысымен қатты өзіме ерекше әсер етеді. Және де өзіме қатты әсер ететін жағы Жарқын Сәленұлы. Ол кісінің сабақтарын оқып барам, бірақ енді барлығын емес, енді мойындаймын. Ол кісі бізге төл тарихымызды, шешендік өнерімізді үйретеді, жеткізеді былай айтқан кезде. Ол бізге өте қатты керек. Себебі неге? Біз өз мектеп Қазақстандағы жалғыз мектеп десек те болады, осы әдебиет пен тілді тереңдете оқытатын мектеп. Қалған мектептер мысалы физмат, жаңағы басқа КТЛ айтып жатады ғой. Әрине елдің тек өзім төл тарихымыз, басқа да дүниелермен дамытқанымыз дұрыс, бірақ
төл тарихымыз өзімізде қалғанымыз дұрыс деп ойлаймын. Осы мектеп жойылып кетпесе екен деп тілеймін кейде, осы бағытынан тайып кетпесе екен деп. Осы Жарқын ағай бізге тарихымызды жеткізеді, кезіндегі бабаларымыз қандай болған, сөз саптау, сөзге жүйріктігі, ойға шешендігі барлығы қалай болған, соның бәрін жеткізеді. Сонысымен қатты есте қалады. Жақсы. Және тарихқа да қызығамын деген едіңіз, иә? Иә, тарихқа қызығам. Айтып жатады ғой. Мысалға, тарих маған несімен қызық десеңіз, қазақ елі өзгелерге қарағанда бөлек дүние емес, бөлек ел, бөлек халық. Мысалға айтатын болсақ, басқа елдер өзінің тарихын қатты сыйлайды деп айта алмаймын, бірақ біз қатты сыйлаймыз. Осы арқылы біз енді мықты болып келе жатқан сияқтымыз деп ойлаймын. Себебі айтатын болсақ, біреулер айтады, мысалы екінші кетерін айтады дейді, бірақ негізі ол өтірік әңгіме ғой. Бірақ сол кісі айтқан дейді, қазақтар өзінің кім екенін білсе, әлемді жаулап алады деп. Менің пікірімше ол былай, мен ойымда қазақ екен, мен мықты екен деп, ондай емес. Әр қазақ өзінің төл тарихын білу керек. Мысалға, сізге қарап отырып, ой, сіздің әкеңіз қандай адам еді, атаңыз қандай адам еді десеңіз, кәдімгідей марқайып, кәдімгідей күшті болып қоясыз ғой. Мысалы, отырып, сіздің атаңыз жаман адам, сіз осындай надан адамның ұрпағысыз деп айтатын болсам, сіз кәдімгідей мысалы көңіл күйіңіз түсіп, мысалы қынжылып қаласыз. Ал адамға өзінің мысалы ата бабасының қандай екенін айтып, оған жеткізетін болатын болса, әр адам рухтанып, соған үлгі тұтып, өзін дамытады деп ойлаймын. Мысалға, сенің атаң осындай адам еді, сен қайдан шыққансың десе, ол өзін адам жаман сезініп қалады. Мен шынымен не істеп жүрмін, мен не бітіріп жүрмін, менің атам осындай болған, мен соның ұрпағы болуға сай болу керекпін ғой дейді. Ал тарих маған осымен айтты, егер адам тарихын жетіп меңгеретін болса, тарихын дұрыс білетін болатын болса, болашақта да елін дамытуға да, елдің негізін дұрыс қалауға да дұрыс әрекет етеді деп ойлаймын. Жақсы. Тарих бізге әрдайым таразы, тарих әрдайым бізге тұспағар дейсіз, иә? Жақсы. Жалпы тарих бойынша, тарихи фильмдер бойынша онда сіз қарап тұрасыз ғой, иә? Әрине. Мысалға, өзіме қатты әсер еткен осы жақында ғана шыққан Оян қазақ. Енді кинотеатрға енді шығып жатыр ғой, мен бірақ бұл YouTube желісіне шыға салған кезде толық қарап тастағам. Және Ахметұлы ұстаз деген, және де тағы өзіме қатты әсер еткен осы тарихқа деген қызығушылығымды ашқан Қазақ хандығы фильмі. Осыдан 4-5 жыл бұрын шықты ғой деймін, қателеспесем. Мысалға, басында ол негізі Көшпенділер кітабының желісімен түсірілген. Көшпенділер кітабын мен өзім оқымағам, басында оқымағам. Кейін қарап өзім осындай болды. Кинодан қарап сол кітапты оқыдым десем де болады. Басында Көшпенділер әшейін кітап қой, маған қызық емес болатын. Одан кейін барып фильм қалай шықты, қазақтардың қандай болғанын көрдім кинодан. Маған үлкен шабыт сыйлады, тарихқа деген қызығушылығымды арттырды. Содан кейін бастап мен киноға деген, сосын тарихқа деген қызығушылығым ашылды десем де болады. Жақсы, керемет. Және жаңа Оян қазаққа қатысты қазір көп пікірлер айтылып жатыр, және негізі сол ютубтағы бізге сериалдардың барлығын толық қарап шыққан. Енді сізден сұрайық, көбінде ол фильмді қарағандар бар, сол кезде шығып осындай қызығушылықпен. Бірақ кейін кинотеатрдан қарап толық нұсқасын қарағандар бар деген сияқты. Енді өзіңіз осы толық фильмді, яғни сериалды көре отырып қандай ой түйдіңіз? Жалпы сол фильмнің қандай тұстары сізге әсер етті? Қандай тұстары әсер етті дейсіз бе? Сол фильмді көргеннен кейін мен өзімді жаман сезініп қалдым, шынымды айтайын. Себебі өзімді надан бір қараңғы адам сезініп қалдым. Бір өте оңбаған адам сезініп қалдым десе болады. Неге десеңіздер, мысалға біз енді бұл жалған дүние емес, барлығымыз өтірік емес. Мысалы қазіргі балалар мысалы біраз нәрсе бұзақылық жасаймыз, енді оның бәрін анық қанығын айтып отыра алмаймын ғой бұл жерде. Мысалға кітап оқымаймыз, біреулермен барамыз, мысалы балағат сөздер айтамыз, ол өтірік емес. Ал ана киноны көргеннен кейін бізге қандай қиыншылықпен, өздері қандай азапқа төзіп келіп осының бәрін қалдырып отыр да, ал бірақ біздің істеп жүргеніміз оларға қарап, істеп жүрген дүниеміз олардың еңбегін былай айтқан кезде ақтамай жатырық деген сияқты ғой. Соған қарап өзім бір жаман сезініп қалдым. Оның үстіне тағы бір әсер еткені, ол жердегі адамдардың бір-біріне деген, қайтсам болады, сенімділігін арттыра бастайды. Себебі мысалға дос пен достың арасындағы сенімді нығайтсам деп отыр. Мысалы Оян қазақ фильміне қарап отыратын болсақ, бір-бірі үшін кетіп жанын қиюға дайыр болды. Мысалға Міржақып атамыз және де қателеспесем
Ильяс атамызды ғой деймін қасындағы, Жүсіпбек деген нақты есімде жоқ. Бірге атайын деп тұрған кезде Міржақып атамызды ғана атпай қалды. Сол кезде неге бірге кетпедім деген ішіндегі жан дүниесі қинап жүрген кезде мен өзім достарымды қадірлей бастадым. Өзімнің араласып жүрген, сыйлап жүрген достарымның қадірін біле бастадым. Сонысымен әсер етті маған. Иә, керемет. Енді бұл фильм барлық қазаққа да қазір сондай бір тарихына үңілуге, бір үндеу тастаған фильмнің бір болды деп айтуымызға болады, кинотеатрлардан көрсетілген. Және мерзімнің ұзартылғанына да біз қуандық негізінде. Әрине. Тіптен тағы да ұзартылса, ол артықтық етпейді деп ойлаймыз. Және сол фильмді енді осы өткен жолы кинотеатрдан қарағаннан кейін мен ютубтағы нұсқасын қайтадан өзім қарадым. Содан кейін қайта қарағым келді енді фильмді. Сол кездегі ашаршылық кезіндегі қазақтың жағдайына, сол алаш арыстарының көз жұмып отыра алмай, бір елден бір елді ұйыстырып, осы қазақ аш болмаса екен, сол қазақтардың жағдайы қазақ баласының бәрінің мойнына міндет емес пе қалған деп айтқан тұстары әрине өте бір көңілге, сондай көңілді босатады, әрі ерекше ой салады. Шынында да қазаққа қызмет ету, сол бір қазаққа қызмет етудің үлгісінің жасампаз үлгісі болған, үздік үлгісі болған бір керемет бейнелер деп айтуымызға болады, алаш арыстарын. Әрине. Мысалға, бұның өзі қазақтың ұйымшыл екенін, қазақтың мықты халық екенін, бір-біріне деген бауырмашыл екенін көрсетеді. Мысалға, алыстағы сенің танымайтын, бірақ бір ұлтсың, бірақ танымайтын адамдарың аштан қырылып жатқан кезде, сенің ортада отырып, ет жеп ашып отырғаның бір сорақылық деп көрсе болады. Мысалы айтады ғой, мәз болмайық арқамыздан қаққанға, мәз болмайық жұлдыз әкеп таққанға, кімге керек жалмен жая жегенің бауырларын қылтамақ болып жатқанда дейді ғой. Осы өлең осыған тұспа-тұс келген сияқты. Себебі жаңағы айтып жатырмық қой, бір елің аш болып отырса, сен қалай отырып, сен азық рахаттанып отырып аш жаласың. Сол себепті бұл жерде қазақтың бауырмашыл және де намысқой екенін көрсе болады. Жақсы. Енді мұндай фильмдердің қатары артуы керек, иә? Әрине арту керек. Себебі фильм қаншалықты жақсы түсіріліп, жақсы шығатын болса, көрермен де соған қарап ой түйеді. Жалпы айтқан кезде кино ол қоғамның айнасы деп білем. Себебі кино қандай жастағы адам болсын, адамның ойын өзгертеді. Мысалы айтады ғой, 30 тістен шыққан сөз 30 елге тарайды дейді. Ал бұл кино бір бейнеден көрсетілгенмен әр адамға әртүрлі ой сыйлайды да. Ол жақсы болсын, жаман болсын, бірақ кино әрқашан жақсы нәрсені бейнелейді ғой. Сол себепті бұндай кинолар көбейген сайын біздің ұлтымыздың және біздің адамдардың, біздің қазақтың ой өзгеріп, алға қарай дамитын, бір алға қарай дамытатын бір құрал десем де болады. Жақсы. Енді Нұргелді, жалпы кинодан бөлек, сіз әлеуметтік желіде жиі отырасыз ба? Әлеуметтік желіде енді мойындаймын, бәрі отырады ғой енді. Иә. Кемінде бір адамның өзі 2-3 сағат отырады шығар. Мен өз басым әлеуметтік желіде көп отырам, бірақ нақты бір нәрсеге тұрақталып көріп өтпеймін. Мысалға, әртүрлі заттар көремін мысалға. Нұргелді, енді сізбен біз подкаст жазсақ, тіптен сағаттап жазуға болатын сияқты, әртүрлі тақырыпта, иә. Енді бірақ біздің подкастымыз аяқталуға да жақын. Біз әрдайым подкастқа келген қонақтарымызға қоятын соңғы бір сұрайтын сауалымыз бар. Ол сіз үшін жанға жақын, сондай бір аяулы сөз қандай деген сауал. Сіз бұл сұраққа қалай жауап бересіз? Аяулы сөз мен үшін адам деген сөз. Себебі адам деген ол тек атау ғана емес, ол бір биік шың десем де болады. Сен адамдық шыңға, адамдық бір биікке жету керексің деген ой болады. Мысалға біреулер айтып жатады ғой, сен адам емессің деп жатады ғой. Ал ол сөз өте ауыр сөз негізінде. Ал егер сен адам деген сөзге лайық болатын болсаң, бұл қандай адам, керемет адам деген сияқты болады да. Мен үшін ең аяулы сөз бұл адам деген сөз. Жақсы. Нұргелді, енді бүгін біздің подкастымызға келіп, өзіңіздің әртүрлі тақырыптағы ойларыңызбен бөлісіп, жалпы өзгеге де сондай бір кеңестеріңізді де бөлісіп, кеңестеріңізді айтып, мазмұнды әңгімелеріңізді айтқаныңыз үшін көп рахметімізді айтамыз.
Құрметті көрермендер, тыңдармандар, келесі жолы подкастта біз кімді қонаққа шақыратынымызды комментарийға міндетті түрде жазып кетіңіздер, яки біз сіздердің қалауларыңыз бойынша сұраныстарыңызға қарай мектебіміздің әртүрлі дарындарын осы Абай дарыны подкастына шақыратын боламыз. Көріскенше сау, сәлематта болыңыздар. Сау болыңыз.